Сәлем баршаңызға, сіздерге бульгиннің рецептісімен бөлісетін боламын. Толық нұсқасы видеоның астында. Ыдысымызға сүтімізді, қантымыз ерігенше араластырамыз. Одан кейін жұмыртқамызды, дрожжымызды және майымызды салып, бәрін біріккенше араластырамыз. Ситодан өткізілген ұнымызды салып, қолымызбен илеп шығамыз. Болғаннан кейін бетін жауып, көтерілгенше қоя тұрамыз. Көтерілгеннен кейін осылай видеодағыдай кесіп шығамыз. Бульгейіміз бірдей болып шығу үшін домалақтап формамызға келтіреміз. Осылай кесіп, екі жағын әдемілеп, бантик қылдырып шығамыз. Формамызға салып, бетін жауа тұрамыз көтерілгенше. Көтерілгеннен кейін үстіне жұмыртқаның сары бөлігіне кішкене сүтті қосып, үстіне жағып шығамыз. 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.